Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен варенье қосылған пирог әзірлейміз. Ең алдымен ерітілген сары майымызды алып, оның үстіне ванилинді салып, және қантымызды салып, араластырып жібереміз кішкене. Осылай араластырамыз. Одан кейін оған жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да венчикпен араластырамыз. Осылай. Енді оның ішіне разрыхлитель қосып қойдым. Енді ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Осылай. Қолға жабыспайтындай етіп қамыр елеп аласыздар. Қамырымыз дайын. Оны осылай бір үлкен, бір кіші қылдырып, екі бөлікке бөліп аласыздар. Кіші бөлігін морозильникке салып қоясыздар 1 сағатқа қатқанша. Ал үлкен бөлігін, кіші бөлігі морозильникте тұрып қатқанша, холодильниктің ішіне сала тұрсаңыздар болады. Осылай. Ал енді үлкен бөлігін жаямыз. Жайып осылай формаға тегістеп аламыз. Одан кейін оған қалаған вареньелеріңізді саласыздар. Менде смородиновый варенье. Жағып алдым. Оның үстіне үкіштің үлкен жерімен үстіп өткізіп аласыздар. Бағана қатқан нанды, морозильникте қатқан нанымызды бетіне бәріне салып аласыздар. Дайын 180 градуста 20-25 минут пісіресіздер, ас болсын.